Ассалаумағалейкум. 6-шы сабағымызды бастаймыз, яғни магистралдық курс сайтынан дарамат сағи сабағын тапсыру. Бұнда өткен сабақта біздер подоход налогтан льготасы бар маалыматларды беріп өттік, яғни январ айын тапсырып көрдік. Енді келесі айда және льготалар бар болса, қалай нарастающий, текущий қалай қойылады, солар бойынша көріп шығамыз. Онда сабағымызды бастаймыз. Так, бірінші кезекте сайтқа кіріп аламыз. Так, услуги. Так, төменге түсеміз. Отправка на учет юридических лиц. Кіреміз. Так, күтеміз. Енді осы жерде электронный форма кірмей тұрып, біздер февраль айына тапсырacağız. Соның үшін біздер өткен айдың шаблонын скачать етіп аламыз. Яғни январ. Не үшін? Білеміз, февраль айында нарастающий маалыматлар көрсетілу керек. Яғни өткен айға февраль айын қосып көрсетуіміз керек. Егер компьютеріңізде шаблон болмаса, өткен айды скачать етіп алсаңыз болады. Егер біз электронный форма кіріп, отчетқа кірсек, скачать шаблон десек, бізге пустой маалымат береді. Соның үшін өткен айдың маалыматы керек. Яғни сол маалыматтың үстіне келесі айдың маалыматын қосып, кейін отчетларымызды тапсыруға. Оның үшін біздер 26 принтер басамыз. Так, январ айын тауып аламыз. Міне январ. Расчет налог дохода физических лиц социальный. Осы жерде скрипканы бастаңыз, өткен айдың шаблонын аласыз. Яғни февраль үшін. Егер март айын тапсыратын болсаңыз, өткен ай февральды аласыз. Егер апрельді тапсырмақшы болсаңыз, апрель айына өткен ай, яғни марттың шаблонын скачать етіп, апрель айының маалыматын кіріп кетеміз. Яғни бізде тапсырacak ай болса, сол айға өткен айдың шаблонын скачать етіп алуымыз керек. Олар скачать ету, скрипканы басамыз, и скачать етіледі. Енді бізде скачать етіліп тұрды, яғни өткен айдың маалыматы тыва берген болсаңыз, өсуші һәм соғаға тиісарлығы бірдей болып тұрды. Бұл январ болған үшін. Енді февральда енді өзгереді. Яғни өзгергенде өсуші подоход, соғаға тиіс подоходларым өзгереді. И льготаларым өзгереді. Сол айға тиісті льготалар суммасы һәм өсуші льгота суммалар. Енді кешегі сабақта льготаларды қойып үйреттім. Әрбір адамға льгота қойғанда, әрбір льготаның өзінің жолы бар, өзінің бағдары бар, өзінің критериясы бар. Әрбір адам үшін осы льгота цифрдан алжаспай сол адамның турысына қойуымыз керек. Сонан алжасып кетмеуіміз керек. Так, біз февраль айын тапсырacağız. Соның үшін бізден қазір 3 маалыматты өшіп тастаймын. Қазір маған ол керек емес. Мен не аламын? Январ айының маалыматын қалдырдым. Үсерге февраль маалыматын түсіремен. Кейін январ мен февральды осы жерге қосып, копировать етіп, осы жерге нарастающий қылып қоямын. Кейін өшіреміз де, кейінгі операцияларды істеп кете береміз. Бұның үшін, так, Telegram каналымызда Excel файлы бар еді, алдыңғы сабақтарда үйреттім, қайерден алу адрестерін. Так, біз кеше сабақта льготалармен таныстырдым. Так, бұл начисление книгамыз еді. Январ айын істеп яғыңызда болса, енді біздер февраль істейміз. Так, зарплата подоход налог льготаға кіремізді. Февраль айында қандай айлықлар болды. Өтіба берген болсаңыз, айлықларда өзгеріс бар. Кішігірім, алдың 33 миллион болған, келесі ай 28 миллион. И льготалар стандарт барлығында бар екен, тек бұл жерде материальный помощь жоқ екен. Так, онда айлықларын қойып алайық. Так, осы айлықты аламанда копировать етеміз. Так, оны скачать етілген шаблонға тіркейміз. Так, значение. Осы жерде қосып аламыз, тең 12 миллион қосамыз 7. И үстіні копировать төменге түсірсеңіз болады. 61 миллион болды. И үстіні копировать етіп, осы жерге мишығын жағын басып, значение қылып түсіреміз. И маалыматтарды өшіріп тастаймыз. Енді льготаларға келетін болсақ, айтып жатыр, бұл жерде 5363 бұл материалдық жәрдем еді. Материалдық жәрдем жоқ екен февраль айында. Так, 2,5 контракт
1 миллион детсад. Афганистанда қатынасқан адамымыз бар екен, афганец и иванец бар екен. Яғни ұсылар қалыпты, өткен айдағыдай точно тек мынау жоқ екен бұл жерде. Так, шаблонға соны көрсетіп кетуіміз керек. Так, кодлар жазылады, дұрыс жазылуы шарт. Енді қараң, бұл жерде бұл мағлұматты қалдырамыз, текущий 0 болады. 2,5 миллион және ұсынылған ұсынма екінші ай болған үшін үсерге 2 көбейтсеңіз болады. Бұл 2 айдың мағлұматы деген. 1 миллион детсад, значит, теңді басып 2 көбейтсеңіз болады. Бұл 2 ай деген сөз, 2 айдың мағлұматы. Бұған сондай. Келесі март болса 3-ге көбейтеміз. Келесі апрель 4, ұстағы реті кете береміз. 2 ай нарастайшы болады. Дальше бұл жерге тең 2. Нарастающий льготаларымыз екен. Бұл солайға тиесілі льготалар. Так, нарастающий льгота 23, 9. Онан тексеріп көрсек болады шаблондан. Так, бізде льготаларының бәрін қоссақ 9105. Значит, ол цифр мынау келді. 23 миллион 573 деген бұл. Так, мына итог пенен. Мына итог. 23, 573, 4, 840. Келді. Енді подоходын шығады. Бұл нарастающий подоход. Теңді басамыз, скобка ашамыз. Так, общий нарастающий суммадан алып тастаймыз. Нарастающий льгота, январь айында алынады. Көбейтеміз 12%. Қалған жағынан точно сол тақырет қылсаңыз болады. Enter. Так, енді бұл боларды теңді басамыз, скобканы ашамыз. Так, текущий айлықтан тең минус болса аламан, формуланы копировать ете жақпан. Көбейтеміз 12%. И бұнам копировать етіп төменге түсіреміз. Так, нарастающий подоход, текущий подоход, в том числе инепес. Инепес білем. 4534, значит, сағат тексеріп көрсеңіз болады. Так, бізде подоход пен инепесті қосамыз да, и мынаны қосамыз. 4, 534, 774. Ну, округление болып тұр, яғни. Так. Так, округление қыламыз. 4, 534, 773, 60. Так. Кеп тұрды. 2267, 386, 80 тиын дейді. Бұнан көріп шайық. Бұл бізде тек мынау болады. 2, 267, 386, 80 тиын. Ұстақ ретте тексеріп алымыз керек. Келді. Енді осыны шаблонға, отчетта көрсетеміз. Нарастающий айлығымыз, текущий айлығымыз. 61 миллион, 28 миллион. Онан бір тексеріп жүрейік. Так, 61 миллион дегенде, значит, ол общий начисление мен кейінгі айының начислениясын қостым. 61 миллион, 628 миллион, бұл февраль айына текущий. Так, шаблонды сохранять етемен. Енді отчетта көрсетеміз енді. Так, отчетта кіреміз. Так, электронные формы. 111 қатар. Так, бұның ішінен, так, біз февраль айын тапсырамыз, соның үшін мынаны таңлаймыз. Февраль. Так, периодлар таңланады. Расчет. 26. Сәл күтеміз. Так, период. Февраль. Так, шаблонды тіркейміз. Выбрать файл. Бұл жерде бізде шаблон 4 еді. Алдың сабақта сақат етіп едік. Загрузить в отчет. Так, нарастающий айлық. Сол айға тиесілі айлық шықты. Так, 61 миллионға социальный есаплана берді. 100% болған льготаға болған тәсір етпейді.
Так, мына жағына өтеміз. Енді бұл жерде айтып жатыр 23 миллион болған. Бұл өткен ай мен осы айдың льготалар қосылды. И нарастающий 61-ден 23 алынады да 37 миллион қалды. 37 миллионға 12% подоход есептелінеді екен. Так, 0,1-дің астына мына жерде неше сом тұрған болса, соның 0,1%-ін жазамыз. 37 789 так, точка 37 189 и 78 болды да. Төменде так, нарастающий социальный подоход и НПС. Так, олардан бір қатар тексеріп көрсек болады. Так, социальныйдан мынау менен мынау қосылды. 7363 634 шықты. Doğru. Так, 4496 деген бұл. Так, подоход менен мына подоход қосылды. Doğru. НПС болса, мынау мен мынау қосылады. 37 189 78. Не сойтық шықты. Енді 23 миллион бұл автомат өзі шығады. Онан көріп өтсеңіз болады. Так, екінші приложение кіреміз. Мына жерде автомат өзі. Так, материальный помощь өзгеріс қалған. Нарастающий текущий өткен ай қалып қояды. Оны жазып кете береміз. Бұл көбейді және бұл децат еді, олам көбейіп жатыр. Так, дальше бұл инвалидс еді, олам үстіне қосылды январь-февраль, и бұл болса афганец еді. Так, қалған жағында отправить басамыз, ключтің паролін тереміз, отчетымыз кетеді. Бірақ налог төлеген уақытта біз 28 миллионға төлейміз. Яғни 28 миллион үшін льготалар алынады, и төлейтін суммамыз бұл жерде. Так, социальный подоход НПС. Яғни үш сумманы біз отчетта картотека қылып төлейміз. Өткен айда біздер наны төлеп едік. Отчетта бұл нарастающий көрсетіліп аттыр. Енді келесі айға өтеміз. Келесі айда карханамыз әрекетсіз болып қалды. Без движения. Яғни январь-февралда біздер нарастающий айлықтарды көрсеттік, льготаларды көрсеттік. Ал отчетта бұлар қалай көрсетіледі, егер без движения болса. Онан бір қатар көріп шығамыз. Так, бұның үшін отчеттан февраль тапсырған болса, февралда отчеттан скачать етіп аласыз. Ішіне марттың мағлұматын кіртіп, өзгеріс кіртеміз. Яғни, әлбіне февралда сеп қойыппыз да, енді әрекетсіз болып баса қандай болады. Оны көріп шығайық. Так, әрекетсіз болса, значит, нарастающий тұра береді. Текущийлар 0 болады. Так, нанан 0 қылып тастайық. Текущиям 0. Форма татқан ексуында цифрлар шығып кетті. Нарастающий подоходлар қала береді. Так. Так, бұл жерде нарастающийді қалдырамыз да, текущийді алып тастаймыз. Осы мағлұмат қалдырамыз. Так, ұсыны сақырайды етеміз. Енді отчетты көреміз. Отчет 31 мартқа дейін ұсы кете береді. Так, налог, расчет, год 26, период март. Выбрать файл. Шаблон 4-ті таңлаймыз. Открыть. Загрузить свой отчет. Так, әтібар берген болсаңыз нарастающий қалады, текущий жазылмайды. Так, социальный 12 қоя береміз. Дальше төменге түсеміз. Так, мына жерде 37 789-да
78'de жазамыз. Так, бұл нарастающий льготалар тұра береді, оны өшіре алмаймыз, тұру керек шаблонда. Так, енді мынаяқтан бір қатар көріп шығайық. Приложение 2-ні. Бұлар февралда қайып тапсырған болса, ұстақылетте кетеді. Бұл енді без движения деген. Егер декабрьге ұстақылетте қалатын болса, осы малуматтарды алып кете береміз декабрьге дейін. Егер әрекетсіз болса. Так, бұл отчет отправить басамыз, ключный пароль береміз, отчетымыз кетеді. Бірақ бұл отчетқа картотека қойылмайды. Бұл без движения отчет дегені. Так, енді ұсыны өздеріміздің Excel формамызда істеп көреміз.
Міне көріп өткен болсаңыз, міне бір қатар көріп шықтық. Нарастающий льготалар болса қалай қосылады, егер без движения болса да қалай қосылатынын көріп шықтыңыз. Енді осы тақыретте Excel формада сайттан көріп шықсаңыз болады. Осымен сабақты жұмақлаймыз. Сау болыңыз.